Быйыл Қазақстан Республикасы төтенше жағдайларға қарсы қызметінің құрылғанына 23 жыл толып отыр. Бүгінде қандай қайғылы, қасіретті оқиға болмасын, өз қауіпсіздіктеріне қарамай құтқару жұмыстарын жүргізіп жүрген құтқарушылардың еңбек ерен. Олардың қауырт, ауыр жұмыстары құтқарылған адамдардың алғысымен бағаланады. Осы салада өзіндік еңбегі сіңіп, Теміртау қаласының төтенше жағдайларды ескерту тобының бас маманы болып қызмет ететін Марина Баймурзинаның да жұмысының маңызы зор. Пришла я неосознанно, я была молодой девчонкой, мне было 22 года, и на тот момент это был штаб гражданской обороны. Мен бұл мамандықтың қиындығын білмей, небәрі 22 жасымда жұмысқа орналастым. Ол кездері біз қала тұрғындарын қауіпсіздік шараларын үйретіп, түсіндіру жұмыстарымен айналысатын едік. Қазіргі уақытта Марина Николаевнаның бұл салада 23 жыл жұмыс тәжірибесі бар. Ол бұл салада еңбек еткеніне ешқашан өкінбейді. Себебі өз жұмысында күнделікті көптеген адамдармен араласады. Очень хорошие отношения, они навстречу идут. Еще по этому вопросу мы работаем с акиматом. Они нам помогают, взаимодействуют. Қаладағы бақ өкілдерімен арақатынасымыз жақсы. Олар қашанда бізге қолдау көрсетіп отырады. Сонымен қатар әкімшілік өкілдері де жиі қол ұшын созып тұрады. Марина Баймурзина құтқарушы емес, бірақ көптеген жылдар бойы ер мінезді қыз осы мамандықтың өкілдерімен бірге жұмыс істеп келеді. Ол үшін құтқарушылардың кәсіби мерекесінің маңызы зор. Марина өзімен бірге қаншама жыл иық тіресе жұмыс істеген әріптестерін алда келе жатқан мерекесімен құттықтап, өз алғысын білдірді. Конечно, я не спасатель, но я работаю в этой структуре и работаю с теми людьми, которые спасают. Әрине, менің мамандығым құтқарушы емес, бірақ мен құтқарушылармен бірге иық тіресе жұмыс істейтіндіктен, олардың кәсіби мерекесінің мен үшін де маңызы зор. Мен өзімнің әріптестеріме қашанда сәттілік тілеймін. Олардың әр күні қауіпке толы болғандықтан, ең алдымен әрине ұзақ өмір, денсаулықта тілер едім. Әр өңірдегі департаментте жедел құтқару жасағы, өрт сөндіру, апаттық медицина, судан құтқару секілді бірнеше құрылым бар. Құтқарушыларға физикалық жағынан мықты әрі кәсіби маман болуы жеткіліксіз. Өйткені олардың тынымсыз қызметінде апат, зілзала, өрттен бөлек түрлі жағдайларда зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетуге де тура келеді.